Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен творожный сырдың үй жағдайында жасалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен айранымызды осындай целлофан пакеттерге бөліп салып аламыз. Мен 2 литр айраннан жасайтын болғандықтан 2 банкадағыны да 2 бөлек тез қату үшін салып алдым. Целлофан пакетке салып болғаннан кейін мұздатқышқа толық қатқанша саламыз. Мен бір күнге салып қойдым. Іші шұңғылдау ыдысқа үстіне сетамызды қоямыз. Оның үстінен ақ дәкені 4 қабаттап салдым және оның үстінен мұздатылған айранымызды саламыз. Және бір күнге немесе ерігенше бөлме температурасына ергенше қоямыз. Мен 2 литр айранды 2 бөлек сетаға қойдым. Біздің айран толық еріді, суының бәрі астына түсті. Енді осылай дәкені бетіне жауамыз және үстінен тарелканы қойып, банкіге су толтырып қойып қоямыз. Немесе үстіне банка емес ауырлау зат қойсаңыздар да болады. Айраннан сары судың барлығы толық бөлінді. Осындай тығыз масса пайда болады. Енді таза салмағы қанша болғанын білу үшін таразыға тартып көреміз. Бізде творожный сыр 280 граммға жақын болып шықты. Достар, осымен біздің творожный сыр дайын болып қалды. Өте оңай жасалады. Тек қана айран болса жеткілікті. Келесі видеода осы творожный сырды пайдаланып торт жасайтын боламын. Егер менің рецептім пайдалы болса, арнаға тіркеліп, үліп басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецепттер болады. Сау саламатта болыңыздар.